Егер де үйіңде қара басып, ұйқы басып, еш нәрсеге зауқыңыз болмай, үйдің атмосферасы ауыр, тыныс алу қиын, үйіңізде тез шаршап қала беретін болсаңыз, жалқаулық басып, немесе үйіңізге қонақтар келіп кеткеннен кейін өзіңізді жайсыз сезініп, ұйқы басып, есінеп, өзіңізді ауыр сезінсеңіз, онда осыны жаса. Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Бұл техниканы кімдерге жасауға болатынын алдыңғы видеоның алдында атап өттім, сондықтан сразу іске көшейін. Достар, бұл үшін бізге кіреберіс есіктің сыртқы жағында жасау керек. Кіреберіс есіктің сыртқы жағында жасау керек. Бұл техниканы мысалға мынау біздердің сыртқы есік, міне кіретін есігіміз дейік осы да. Соның мына қақ ортасына осылай темір ыдыс қоямыз да. Темір ыдысты қойып, мысалға темір ыдысты қойып, сіздерге адыраспан керек. Адыраспан, мысалы мынаны адыраспан деп айтамыз. Мынау адыраспан, мысалы адыраспан деп алдық қой. Осы адыраспанды сіз жағуыңыз керек. Бұл да айға күнге байланысты емес, любой мезгілде жасай бересіз. Адыраспанды жағамыз. Адыраспан жанған бойдан сіздер дұғаны 7 рет оқуыңыз керек. Бірінші бір бетке көшіріп аласыз, немесе телефоннан оқуға болады. Тіліңізді үйретуіңіз керек. Дұғаны жақсылап, шатаспай жақсылап, әуелі сіздер дұғаны оқып үйреніп алуыңыз керек. Содан кейін дұғаны 7 рет оқисыз. Оқып болғаннан кейін мынау есіктің алдында осылай жанып болған кейін кішкене тұрады. Кішкене тұрады. Іштегі адамдарға ескертіп қоясыз, сыртқа шықпай тұрыңыз деп, үйді аластаймын деп. Сосын терезені ашуға болмайды. Жанып болғаннан кейін осы ыдысты осылай аламыз. Адыраспанмен жанып болған ыдысты аламыз да, бұны ешқандай ішке алып кіруге болмайды. Міндетті түрде сыртта жасалады и сыртқа тастаймыз. Сыртқа жеміс ағашының түбіне апарып тастаймыз. Болды, достар. Одан кейін сіздер жаңағы үйіңіздің жаман энергетикасы, жаман атмосферасы, үйде үйіліп қалған негатив барлығы кететін болады. Үйіңіз полный аластанады. Үйіңізде жақсы атмосфераны сезіне бастайсыз. Адамдардың көңілі көтеріліп, кәдімгі жақсы болып қаласыз. Оның эффекті, қалай айтсам болады, эффекті егер тағы үйде жайсыз сезініп, өзіңізді үйде уже негатив, үйді аластаймын-ау деген кезде тағы жасауға болады қайталап, достар. Дәл осының алдында, осы видеоның алдында мен денсаулыққа байланысты бір видео салғам. Сол техниканы қарап алсаңыз болады, достар. Сәттілік. Жаңадан келген көрермендер болса араңызда, менің каналыма жазылып, лайк басып кетуіңізді сұраймын. Сәттілік, достар. Келесі видеода кездескенше.